Зайсан ауданының музейіне Зайсан ауданының энциклопедиясының бірінші томын тарту етіп отырмыз сіздерге. Бұның ішінде енді өздеріңіз білесіздер, өңірге танымал тұлғалар, жалпы Зайсан ауданының экономикасы, Зайсан ауданының тарихы қысқаша. Енді энциклопедия деген ол жалпылама бермейді, өздеріңіз білесіздер, ғылыми бағытта ізденісте жүрген адамдарға бұл жаңағы жол серік ретінде беріледі. Ары қарай оны жаңағы ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізеді, соның сияқты осының ішінде музейдің өзінің жалпы жұмысы, музейдің бөлімдері барлығы қамтылған. Сондықтан осы Зайсан ауданының ең бір құнды кітаптардың бірі Зайсан ауданы энциклопедиясын сіздерге тарту етейін деп алып келдім. Рахмет, көп рахмет. Ажарынан нұр шашқан сұлу Зайсаным, асқар таулы шалқыған көлім Зайсаным, тамылжыған табиғаты тұнған айнала, ұлылардың мекені болған Зайсаным, алыс жүрсем аңсарым мен Зайсаным. Гүлдене бер Зайсаным, алға қарышты, өмір атты көштен қалыспай, мақтанышы болдың сен бүгін талайдың, өресімің жетіп алысқа. Сауыр сайхан маңырақ, тауларым қандай, шіліктідей өңірім тарихқа таңдай, үлкен кіші қаратал дайыр мен кеңсай, айна бұлақ тас бастау жарсу көкодай, айта берсем таусылмас жерім осындай. Міне, бүгінгі музейге табыс етіп әкеліп отырған бірінші том энциклопедиясының ішін қарап отырсақ, соның ішіне міне осы музейден шыққан зейнеткеріміз Пеймсті өкіл ағамызды шығарып қойған. Бұл кісі еңбегі өте мол, ауданның атақты өлкетанушысы Геродоты деп атауға болады. Міне осындай адамдар осындай энциклопедияға шығып жатса, өте тамаша. Алдағы уақытта да осындай адамдар тағы кітап бетінен өздерін тағы тауып жатса, тамаша болар еді. Рахмет. Зайсан тарихи өлкетану музейіне Зағыпаров Еркебұлан Серікұлының Зайсан ауданының энциклопедиясының бірінші томын бірінші болып аудан бойынша бізге беріп тұр. Еркебұлан өте көп рахмет. Мынаның ішіне енді бәрін оқып шығамыз. Әрине бұл болашақ ұрпаққа аманат ретінде берілген. Өздерінің әке-шешесі, туысы, мына жерде еңбегімен, спорт жағдайымен, басқа да еңбек сіңген азаматтар кірді деп есептейміз. Енді Еркебұлан тағы да бұл қаламыңды күштап жалғастыра бер. Тағы да осы музейде көптеген деректер бар. Мысалы бір деректі айтайын. Манас Нұғманов деген ағамыз бар. Оны Зайсан ауданы білмейді. Ол кісі кім? Ол кісі осы Зайсан ауданында тұрып соғысқа аттанып жаңағы тұтқынға түскен немістерге. Одан немістер оны ары қарай Францияға жұмысқа кеткен. Сол жерде Франциядан қашып шығып, француз қарсыласу қозғалысына, яғни француз партизандарына қосылып, сол жерде соғысты аяқтап, жеңісті аяқтап шыққан кісі жаңағы Парижде болған. Кейін енді үкімет қайтқаннан кейін оны қайтеді. 10 жылға соттайды, жаңағы тұтқынға түскен үшін. Сталиннің приказы бар. Сонымен Ресейде 10 жыл жаңағы лагерде болып, енді елге қайтуға бет жоқ, қара тізімде, сонымен Ресейде қалып қойған. Бірақ соғыс жағдайына қарасаңыз, кереметтей ерліктер жасаған. Соның француздан жаңағы әйелінен бір баласы бар. Кейін сол француз қызы іздекеп үлкен фильм түсірген осы 90-шы жылдар. Ол кезде мардымсыз болды ма? Сол сияқты кісілерді екінші томыңа, үшінші томыңа енгізіп жатсаң құлағып, өте бір Зайсан ауданның халқына үлкен бір дерек болатын еді. Мұғалімдер, жаңағы мәдени қызметкерлер, осы музейлер, осының ішінен деректерін алып оқушылар оқып жүреді. Сізге көп рахмет айтамыз осыған. Рахмет. Өмір атты көштен қалыспай,